Назарда Жұмағалиев Талғат. Жылой ауданы Жаңақаратон кентінің тумасымын. Жалпы спортқа ең бірінші 10 жасымда келдім. Ауылда балдармен еріп барып бастадым. Ол кезде тек карате дейтін спорт болды. Сол 10 жасымда бастап каратеге қатысып бастадым. Содан 9 бітіргенше қатыстым. Сосын 9 бітіріп оқуға келдім. Оқуға келіп осында джиу-джитсу спортына қатыстым. Айбар Хайдар дейтін ағайларға. Сосын джиу-джитсудың артынан панкратионға жекпе-жекке ауыстық. Сөйтіп 2015 жылдан бері, 2014-тен бері ересектер арасына келгенде осы спортқа былайша айтқанда толықтай кірістім деп айтсам болады. 2015 жылы бірінші рет ересектер арасында әлем чемпионы болдым. Аллах қалауымен. Бұл жерде есте қалатын жағдай, бірінші мен Қазақстан чемпионатын ұттым, осын әлем чемпионатын ұттым. Бірінші рет әлем чемпионаты болғасын өте болмаған ыстық болды. Ол кезде мен сосын бір жағынан жас болдым. Бірінші әлем чемпионаты мен 21 жасымда болдым. Енді әлем чемпионы болғандағы сезім деген ол бір үстіңнен бір жүк түскендей болады. Сондай бір өзім сондай бір сезімде болды жалпы сол жарыс біткен кезде. Жалпы мен өзім 2015 жылы бірінші панкратионнан чемпионат мерін ұттым. 2019-да ММА-дан Сингапурда болды. Сосын қоян қолтық ұрыстан кеше 23-те болды. Сосын ACB jiu-jitsu дегеннен 24-те ұттым. Ол күрес грэпплинг. Жалпы бұлар бір-біріне ұқсайтындары, тек ережелері басқаша ғой. Киім үлгісі басқаша, манағыдай. Жеңіске жеткенде ең бірінші ойыңа бір жауапкершілікті сезінесің ғой, жарысқа кетіп отырғанда. Сол жауапкершілікті әйтеуір аман есен қорғап шыққаныңа сондай бір өзіңе қуанасың. Мысалы үшін облыстан кетіп жатсаң, Атырау облысының атынан саған енді жауапкершілік қой, ол сен мысалы үшін чемпионат Қазақстан болса, Атыраудың атынан тек бір салмаққа бір адам, екі адам барады. Чемпионат меріға барсаң да бір салмаққа бір адам, екі адам қатысады. Сен енді бүкіл елдің атынан қатысып тұрасың. Сол жауапкершілікті сол аман есен алып шыққаныңа сол қуанасың жеңіске жеткенде. Халық дейтін жалпы спортсменнің мойнына медаль таққанын көреді де, сосын бір приз бірдеңе береді, соны көріп қалады ғой. Ал былай оның несін көрмейді, қиыншылығын. Енді бұның қиыншылығы өте көп жалпы. Мысалы үшін травма аласың. Сен күнде залда жүресің, басқа адамдар жұмыс жасап ақша тауып жатады. Сен әлі залда жүре бересің, сондай әртүрлі ойлар келеді, материалды жағдайдан кішкене қиналасың. Травма алып қаласың, жатып қаласың деген сияқты. Сол ғой ең қиын кездер. Бірақ енді тоқтатпай жаймен жасай берсең, ол бәрі шешіледі деп ойлаймын. Аллаға шүкір, шешіліп жатыр, сөйтіп результатқа бергенімізге қарай жайлап. Жалпы патолог деп айтады ма, ең несі. Профи бойда ең патологы бәрі UFC-дің чемпионы боламын деп не істейді. Алға қадам жасайды да. Ал любительскийдің несі, патологы ол заслуженный мастер спорт алу. Енді заслуженный мастер спорт аламын, ол да бір енді заслуженный мастер спорт алудың өзі бір әркімге бере бермейді, ол да бір тарих. Сол заслуженный мастер спорт алғым келіп, осы залда Жұмагелді деген ағай осы панкратион 3 дүркін әлем чемпионы, заслуженный мастер спорт орындады. Мен де сол заслуженный алып, сосын енді артыңа бір кішкентай бір із қалдырып кетсең ба деген сондай бір ниетпен жаттығуды сөйтіп жайлап жасап жүрген. Өзіңнің әлсіз тұстарыңды жеңіліп қалғанда көресің ғой сен соны. Соған енді жұмыс жасап, сөйтіп келесіде айтады ғой, адам бойдан бойға өсу керек деп. Мысалы үшін сен қазір жарысқа шықтың ба, сен ертең 3-4 айдан кейін жарысқа келгенде сен ол Талғат болмау керек, мен былайша айтқанда басқа Талғат болу керек, мен күресім қосылу керек, төбелесім қосылу керек. Сөйтіп жарыстан жарысқа өсу керек деп сөйтіп өз-өзімді не істеймін, жігерлеймін. Спорт негізінде ол тәртіп жалпы былайша өзім сөйтіп түсінемін енді. Осы өзіме келген практикамен да. Не десеңіз, Бубайсай Сартиев айтады ғой, мектептегі баланы қара, спорттағы баланы қара дейді. Мектепте кішкене әйел адамдар балаға кішкене бос қарауы мүмкін. Ал спортта сапқа тұрғызып қояды, оны бірдеңені жасай алмаса да соңына дейін жасатады. Сосын ода біреуден ұтылып қалса, оны ұтам деген кішкене не болады, цел болады. Жалпы спортта дұрыстап жүрген адам, мен өзім ойлаймын, өмірге де өзінің тәртібісі, несі
жүйесі бәрі дұрыс болады деп. Енді мысалы үшін таңертең тұрып тренировкаға келу, сосын манағыдай жарысқа салмақ қуу, сен мысалы үшін бір жарыстан ұтылып қалдың, оны дайындалып, оны келесі жылы ұту, оны мысалы үшін оның бәрі ол просто так нәрсе емес, оның бәрі еңбекпен, манағыдай тәртіппен келеді да. Сөйтіп дайындалсаң, сен оған жете аласың. Ал сен сөйтіп дайындалып жүргесін, уже сен манағыдай өмірде басқа шаруаларға да ол уже кішкене дайын болады деп ойлаймын. Грэпплингтен жалпы кеше қазақ батыры деген турнирді ұттым. Әлем чемпионатына іріктеу. Сол әлем чемпионатына жайлап дайындалып жатырмық. Бұйырса, сол алла қаласа Сербияда октябрьдің қазанның 15-і мен күресемін. Соған дайындалып жатырмық. Әлем чемпионы болу ниетім, енді қазіргі жоспарым сол. Жалпы мен өзім 2015-тен 2023-ке дейін кәсіпқой неде төрешім ғой, аралас жекпе-жекте. Енді одан қазір күрес жүргесін грэпплингтің енді несіне шығам ба деген сондай әлем чемпионы болып грэпплингтің де мана үлкен-үлкен жұлдыздармен күресіп сондай ниетім бар, енді көреміз, оған жайлап уақытпен бұйырса. Жастарға айтарым, нәтиже тек қана тұрақтылықпен келеді. Манағыдай бір күн бар, бір күн жоқ, ондаймен результат болмайды. Айтады ғой, мана мотивация дейтін ол уақытша. Бір күні мотивация болады, бір күн болмайды. Ал тұрақтылық болса, онда нәтиже болады. Үшін үзбеу керек, тек қана күнделікті жаттығудан қалмау керек.